Өңір адамдарының ақшқұрауын ауыз қалса елең ете қалатыны бар. Кәрі-Каспийді жағалай орналасқан әсем елді мекен облыс орталығына жақындығымен ерекшеленеді. Елімізде дене шынықтыру мен спорттың бұқаралық сипатта дамуына айрықша көңіл бөлінуде. Осы бағытта облыс орталығы Ақтау қаласынан Ақкетікке қарай шыққан ұлы жолдың бойында 700 шаршы метрді қамтитын жаңа спорт мектебі бой көтерді. Ауыл жастарын спортпен шұғылдануға шақыратын бұл мектепті салудағы мақсат туған жерге жасаған сыйым дейді Айтқали Тілеумағанбетов. Қазіргі мына елбасымыздың салалы саясатының арқасында жүргізіліп жатқан рухани жаңғыру бағдарламасында туған елге тағзым деген мағынада осы ауданның төл перзенті ретінде осы ауданның депутаты есебінде осындай ой келгеніне көп уақыт болды. Және де осы спорт залды салған мақсатымыз 2020 жылға дейін жаңа патшамыздың белгіленген айтылған жолдауындағыдай 30% халықты спортқа тарту мағынасында және де осы ауылымыздағы Түпқараған ауданымыздағы спортты дамытуда жасалынып жатқан ізгі шара болып есептеледі. Және де бұл спорт залының ашылуына байланысты осында жүрген көптеген ауылдағы таланттарды ашуды және де олардың болашаққа чемпион болуларына сондай бір жасалынып жатқан үлгі іс деп есептейміз. Кемінде 800 бала мен жасөспірімдерді дене шынықтыру және спортпен айналысуын қамтамасыз ететін бұл мектепте бокс, кикбоксинг, таеквондо, карате, еркін күрес, қазақша күрес, дзюдо спорт түрлерімен айналысуға толық мүмкіндік бар. Ауыл жастарын спорттық тәрбиеге шақырған кешеннің атауы халық батыры Ерғосай Құдайекеұлына берілді. Кешеннің ашылу салтанаты 2017 жылдың 1 желтоқсан тұңғыш президент күні аясында өтті. Аймақ басшысы Ералы Лұқпанұлы арнайы қатысты. Тәуелсіздіктің туын, еліміздің туын үлкен спорт алаңдарында дүниежүзіне біз жастарымыз көтеріп жататын болса, біз оған толықтай жағдай жасауымыз керек. Сондықтан да осы мықты спортсмендерді, мықты азаматтар да ауылдан шығатын елдің бәрі жақсы біледі. Осындай ауылда ашылып жатқан үлкен мекемелердің бәріне біз көңіл ниетімізбен ғана емес, нақты істермен қолдауға әр уақытта дайынбыз. Бұрында осы кикбокстен әлем чемпиондары шықты. Маңғыстау облысында 3 әлем чемпионы, Азия чемпиондары. Құдай қаласа онымен тұрып қалмайды. Мынандай енді үлкен спорт кешенінде әлде де осы ауылдан да, осы Маңғыстау өңірінен де әлде шығады деген үміттеміз. Бұйыртса шығарамыз. Бұған енді тоқтап қалмаймыз. Тек қана чемпиондар шыға берсін. Кикбокстен де емес, бокстен де, ол күрестен де, ол қазақша күрестен де палуандарымыз шыға берсін.
жетістіктерге жете берейік, құтты спорт мектебі болсын. Спорттың кикбоксинг саласы бойынша Қазақстан Республикасына еңбек сіңген жаттықтырушысы Есенмұрат Қадырұлы шәкірттерінің жеткен жетістіктері айтарлықтай. Соның ішінде Нежимов Жаслан Қазақстанның 9 дүркін чемпионы, Азия чемпионы, 3 дүркін әлем кубогының чемпионы, әлем чемпионатының жеңімпазы. Нәбиев Ахмет Қазақстан Республикасының 4 дүркін чемпионы, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Жайлаубаев Бекжан Қазақстан Республикасының 3 дүркін чемпионы және әлем чемпионы. Жайлаубаев Нұрболат Қазақстан Республикасының 3 дүркін чемпионы, әлем чемпионы. Искаков Чингиз Азияның және Қазақстан Республикасының 7 дүркін чемпионы. Атагулаева Жанар Азия чемпионы, Қазақстан Республикасының чемпионы. Селбай Өнербек Қазақстан Республикасының чемпионы, 2 дүркін әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Кешеннің салынуына атсалысқан Түпқараған аудандық мәслихат депутаты Айтқали Тілеумағамбетов және барлық жеке кәсіпкерлерге Ақшұқыр ауыл халқы дән риза. Ал кәсіпкер ағалары ауыл жастарының көк туды көкке желбіретуін тілейді.